ғасыр жаңа технологияның дамыған заманы. 2018-2019 оқу жылында Қарағанды қаласының 21 білім беру ұйымы STEAM білім беру жобасы бойынша оқу өткізуде. Бүгін Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 39 гимназияда Мейкатон 2019 фестивалі басталды. Осы мектепке өзіміздің жобамызды дайындап келдік. Біздің жобамыздың тақырыбы робот спирограф. Біздің жобамыздың өзектілігі спирограф робот арқылы және Lego F3 программасы арқылы қазіргі таңда Қазақстанда жоғалып бара жатқан қазақтың ұлттық ою өрнектерін осы робот арқылы қайтадан өңдеп шығарып суретін салу және ол суреттердің дизайнын текемет, алаша, кілем сияқты өзіміздің қазақи нақыштағы өнімдерімізге салуды мақсатқа қойып отырмыз. Біз жұмыс барысында бұл роботты 2 күн жасадық. 2 күннің ішінде бұл робот дайын болды. Дайын болғаннан кейін біз оған Lego F3 программасы арқылы программа құрдық. Сол міне, бұл біздің жұмыс барысымыз. Бұл Vex Robotics деген жарыстар, олар бастауыш сыныптан басталатын жарыстар, екіге бөлінеді. Бастауыш сыныптарға және үлкен сыныптарға арналған жарыстар. Бұл жарыстар осы 2009 жылдан бастап Қазақстанда дамып келе жатыр, бірақ әлемде ол ең үлкен, ең престижді жарыстардың бірі деп саналады, америкалық жарыс. Біз осы жарыстың Қазақстандағы операторын боламыз. Біздің мақсатымыз Қазақстаннан жақсы командаларды әлемдік этапқа жеткізіп, сол жақта өзіміз жетістікке жеткізу. Мейкатон 2019 фестиваліне бүгін Қарағанды қаласының 100-ден астам оқушылар қатысуда. 1-11 сынып оқушылармен қатар балабақша бүлдіршіндері де қатысқан. Сіздермен бірге болған Айдана Бекқали, Болат Аймағамбетов, арнайы Life 09 үшін.